Жоғарыда айтып өткендей, көліктің жалпы қазіргі таңдағы шақырымы менде 20 мың шақырымнан асып кетті. Осы уақытқа дейін өзіме келтірілген қандай да бір шығындар немесе басқа да бір проблемалық мәселелер болса, мен сіздермен ол жайында толығымен бөлісетін боламын. Ең алғаш көлікті салоннан шығарған кезде маған ескерту жасаған болатын. 1000 шақырымға тақайып келген кезде сіз бізге келіп, ең алғашқы ақысыз негізде жасалатын техникалық байқаудан өту керексіз деді. Ол шартты түрде деді. Қателеспесем 900 километрден асып кетті. Сол аралықта менде вариатормен бір мәселе туындады. Иә достар, вариатордың жыры менде де болды. Ол қалай? Осылай бағдаршамға таяп келіп тоқтаған кезде және бағдаршамнан қозғалатын кезде көліктің қорабы ойланып барып беріліс жасайтын болды. Яғни онымен бірге қандай да бір діріл пайда болды. Көлік дірілдейтін болды, сондай бір сезіледі кәдімгідей. Жаңа машина үшін ол біраз айып дүние деп есептеймін. Сосын бұл не болып қалды екен деп, мен расымен де сол жұрттардың айтып жүрген Қытайдың вариаторы тот, Қытайдың вариаторы сө деген мәселе мені де айналып өтпеді ау деп. Сонымен кішкене аз күттім, бір 70-80 километр жүруім қалған еді. 1000 шақырымға жақындатып келдім де, дилерге дәл сол жаңағы айтқан 1000 шақырымдағы ақысы негізде жасалатын ең алғашқы техникалық байқау үшін алып келген болатын көлікті. Сіздер бұл 1000 шақырымдық техникалық байқауда қандай қызметтер көрсетесіздер деген сұрағыма жауапты былай алдым. 1000 шақырымға сіз таяп келген кезде біз бұнда шартты түрде жасаймыз, және ол кезде көліктің аспасындағы түрлі бұрандалардың бәрін қатырып, яғни 1000 шақырым кезінде заводтан шыққан екен, босап кеткен деген секілді түрлі мәселелерді біз қарап бір диагностика жасап шығарамыз деген болатын. Окей, жарайды. Екінші мәселе менен болсын дедім. Бұл яғни сізден алынған көліктің вариаторы менде қуып бастады дедім. Жігіттер, ол қалай деп толығымен баяндама жасап берген болатынмын. Содан кейін жарайды, ол бізде жиі кездесетін мәселе, проблема емес деді. Қазір бұның вариаторына арнайы жасалған бағдарламалық қосымшаны біз сізге орнатып береміз. Соңғы үлгідегі версиясы дейді, нұсқаны жасап береміз деді. Жақсы. Вариаторға маған соңғы үлгідегі нұсқасын өздерінің айтуы бойынша бағдарламалық қосымшаны орнатып берді. Салоннан шықтым, болды. Менде ондай вариатормен қайта проблема кездескен жоқ. Сонымен вариатормен мен міне бүгінге дейін тфә құдай сақтасын, ешқандай бір ондай жоғарыда айтқан секілді проблема менімен кездескен жоқ. Бұл тегін жасалады, адаптация, ешқандай да ол үшін ақы сұраған жоқ менен. Ақысы негізде жасалатын техникалық байқауды тегін жасалады. Онымен де ешқандай проблема болған жоқ. Көлікке байланысты техникалық байқаулар жайында, техникалық диагностика және ақыл түрде жасалатын түрлі жұмыстар жайында айтатын болсам, бұл ең бірінші техникалық байқауды мен қай кезде өттім, достар? 7000 шақырым жүрген кезде өттім. Шымкент қаласының Доскар желісіне, сол жерге барып мен техникалық байқауды толығымен өтіп шықтым. Ең біріншісі қозғалтқыштың майын ауыстырдық ол жерде, сосын түрлі сүзгілерді ауыстырдық. Сонымен барлығын қоса есептегенде 42 000 теңге жобасына шықты бізде. Бірақ ол жерде маған ешқандай ескерту жасаған жоқ. Ол ескерту не жайында қазір айтамын сіздерге. Екінші техникалық байқаудың уақыты келіп жатты. Мен 8000 шақырым жүріп барып, яғни 7000 мен 8000 арасында өтіп отырамын деп мен өзім солай түсінген болатынмын. Келдім, Павлодар қаласында қайта айналып келдім. Жұмыс барысымен осында келген кезде 8000 шақырым жүріп бастаған екенмін. Яғни жалпы қоса есептегенде 15000 шақырым болған кезде мен екінші техникалық байқауға кіргіздім көлікті. Осы жерде маған алдымнан сәлем бердік, сіз неге 15000-да келіп тұрсыз деген сұрақ қойды. Қалай енді, қай уақытта келемін? Айтады, сіз не әр 5000 сайын техникалық байқаудан өтіп отыру керексіз, немесе 10 шақырым жүргеннен кейін ғана сіз техникалық байқау өту керексіз. Сіз қазір аралық техникалық байқауға келіп отырсыз ба, жоқ әлде кезекті плановый дейді ғой, сол бойынша келіп отырсыз ба деген сұраққа мен шыны керек жауап бере алмадым. Содан кейін спор басталды ана жерде. Мен өзімнің көлігімді өзім білетін шығармын, қай уақытта келуім керек, оны мен жасай алатын шығармын. Жоқ, сіз бізде қазір
кепілдікте тұрғандықтан олай жасай алмайсыз. Сіздің көлігіңізге арнайы мына сервистік кітапшада қалай жазылған болса, сол бойынша жүру керексіз. Бұл деген сөз екіге бөлінеді деді. Егер көлік дәл осы JAC J7 маркада көлік болатын болса, бұл көліктің өзінің арнайы техникалық байқау регламенттері бар деді. Соны сақтауыңыз керек болады деді. Өте қиын жағдайда көлікті, яғни басқару, қолдану, ол өте жағдай агрессивті немесе жылдам көп қозғалатын немесе дәл сол секілді керісінше көлік өте жиі тұратын мотосағаттары бірақ айналып тұратын көліктердің қатарына енетін болса, онда бұл көліктің техникалық байқауы әр 5000 шақырым сайын жүріп отыру керек деген сол жерде жазылып қойған еді. Ол да бар. Яғни жалпы көліктің нақты өзінің техникалық регламенттерін сақтап отырып қана келесіз деді. Екіншісі, бұл қолайлы, көлік үшін қолайлы. Бұл жерде яғни біздің жүргізу стиліміз жатады. Оның үстіне жағдай қаншалықты жиі біз мотосағатқа қойып қою емес, ал расымен де көлік қозғалыста болып тұратын болса, онымен және табиғи ауа райының жалпы осы секілді физикалық тұрғыда әртүрлі жағдайларды ескере отыратында көліктің 10.000 шақырым сайын жүріп отыратын өзінің регламенті бар деді. Техникалық байқаудан өту керек болған. Сіз соның қайсысын бірін таңдайсыз, сонымен техникалық байқаудан өтіп тұруыңыз қажет деген маған жаңағыдай ескерту жасаған болатын. Сондықтан жарайды, онда бұдан кейін мен 5000 шақырым сайын жүремін дедім. Достар, осы жерде ескертуім керек. Не үшін мен 5000 шақырым сайын көліктің май суын жалпы барлық сүзгілерді ауыстыруға келістім, және өзім соны дұрыс деп есептеймін. Себебі бірінші кезекте бұл көліктегі қолдану мақсатым. Бұл менің үйімнен жұмысқа дейін бару, келу, және балабақшаларға балапандарды апарып алып келу болды. Менде басқа ешқандай мұны көліктің қолданатын мақсаты жоқ менде. Бәрімізде де сондай, көпшілігімізде. Такси жүргізушілерін есептемегенде. Сондықтан не керек? Мен жаңағы жоғарыда айтқан А нүктесінен Б нүктесіне барып қайту үшін барлығын қос есептегенде менде 3 километр кетеді екен да. 3 шақырым үшін мен көлікті қыстың күндері, әсіресе Павлодарда солтүстікте болатын болса, мен жарты сағаттап қыздыратын боламын мысалға. Бұл яғни моточас айналып жатыр. Яғни май өзінің қызметін жасап жатыр деген секілді. Дұрыс па? Келесі кезекте. Жаздың күні дәл сол секілді оңтүстікте демалыс айларында мен жүрген кезде өте 40 градус, 45 градусқа дейін кетіп қалатын кездер болады. Біздің майдың сұйықтығын есептегенде 530. Әрине ол өзінің қасиетін жоғалтады деп мен теориялық тұрғыда мен сеніммен айта аламын ол нәрсені. Осы секілді. Және менің кейдегі агрессивті, көбінесе агрессивті жүргізу стиліме расымен де мен 5000 шақырым сайын майды ауыстырған дұрыс болады деп есептеймін. Оның үстіне және ұмытпайық, біз Ақжүніс Жақсылық қызының қызметін пайдаланып отырмыз. Ал бұл арғы-атасы Қытай. Қытай болғандықтан мүмкіндігінше жағдай техникалық байқауды, техникалық жағдаяттардың барлығын ескере отырып, дұрыс қарым-қатынас жасау керек деп есептеймін. Айтпесе, сосын жылап жүреміз, вариаторым кетті, қозғалтқыш кетіп қалды, басқа болды деген секілді әртүрлі. Көлікке біз қалай қарым-қатынас жасаймыз, ол да дәл солай бізге керісінше жауабын қайтаратын болады. Бір, екіншіден, жаңағы жоғарыда тағы да қайталап айтамын, бұның шығу тегі біздің жалпы қазақ көлік жүргізу стиліне толығымен әлі бойсына бермейтін көлік. Бұл баяғы немістер емес, бұл баяғы американдық, жапондықтар емес деген секілді. Сонымен екінші техникалық байқаудың жалпы сомасы менде 32.000 теңге шықты, достар. Бұл менің қалауымен 32.000 теңге болып шықты. Дилердің қалауынан салатын болсақ, ол жерде 32.000 теңге емес, достар. Ол жерде 52.000-ге жуықтап қалған ақша болады. Әрине дилер сізден максималды тұрғыда ақшаңызды сорып, ана жерден бейшарағып, кредитке кіргізіп шығарып жіберуді жоспарлап тұратын болады. Бірақ қараңыз, достар, мән беру керек болған мынандай мәселе бар. Техникалық байқаудың екі түрі болады екен. Бұл біріншісі жоғарыда айтқандай жоспарлы негізде, плановый, сіз менде мысалы 5000 сайын өту керек болсын болса, 5000 сайын өтіп тұратын, 5000 шақырым сайын өтіп тұратын, немесе 10.000 сайын деген секілді. Келесісі бар, бұл жағдай жанама.
жоспардан тыс, яғни ортадан сіз айтасыз трассаға, жолға, үлкен жолға шығайын деп жатырсыз, жобасы 2000 шақырымнан кейін май ауыстыру керек болады, бірақ сіздің баратын жеріңіз 4000 шақырым дейік. Ортада май ауыстыратын жерді сіз білмейсіз, содан ортадан тұрасыз да маған майымды ауыстырып бере сал, жалпы ходовкаге барлығына диагностика жасап бере салыңызшы деп өтініш жасайсыз. Осы аралық байқау дейді бұл нәрселерді, мен түсінгенім бойынша. Осы аралық байқаудан және негізгі жоспарлы байқау екі түрден тұрады. Осы екі техникалық байқаудың бағалары да екі түрлі болады. Сондықтан бұл кісілер тұрады да маған 52 мың теңгені дейді да негізгі байқаумен шот қоймақшы болады. Жоқ достар, бұлай маған қажет емес, бұндай әрекеттеріңізді мен құптамаймын. Және маған аспаны тексерудің, оны диагностика жасаудың ешқандай негізін көріп тұрған жоқпын деймін де, мен сомалардың барлығын алдырып тастаймын өзімнен. Сонымен 32 мың теңге қалады. Мен ол жерде май ауыстырам, майдың сүзгісін ауыстырам, яғни ауа сүзгісін ауыстырам, болды, басқа ештеңе қажет етпейді. Сөйтіп 20 мың теңге болса да қалтада қалады. Достар, сіздер де егер көлікті барып диагностика жасатын кезде, майын суын ауыстыратын кезде, бұның басына тұрып, тақылдап отырып, прям өзіңіздің ақыңызды жібермей жасауыңыз керек боласыз. Деп екінші ТО-ның жағдайын сіздерге баяндап берген боламын. Жалпы арада біраз уақыт өтті. Енді менде жаңа жоғарыда айтқандай 5000 шақырымда өтіп отыру негізіне жақсылап отырып алдым. Енді 20 мың шақырымда тағы да өтуім қажет болды. Мен үшінші техникалық байқауға бардым. Үшінші техникалық байқауда да дәл сол секілді 32 мың қателеспесем сомасындағы ақша менен алынды. Ол жерде де мен май тек сүзгілерді ғана ауыстырдым. Басқа менің бұрандаларымды бұрап бер, қатырып бер, ол үшін мен саған 10 мың теңге төлейін деген секілді, онда ешқандай әңгімеге мен жазылмаймын, достар. Сіздерді де жазылмауларыңызды сұраймын. Себебі жерде жатқан 10 мың, 20 мың теңге жоқ. Жалпы міне бүгінге дейін, яғни жалпы 20 мың шақырымнан асып қалды. Енді 20 мың шақырымда соңғы рет мен үшінші техникалық байқауды өттім. Құдай қаласа 25 мыңда төртіншісін өтетін болам. Ол кезде тағы да төртінші техникалық байқауда енді менде біраз күрделі. Ол жерде барлық сүзгілер ауысатын болады, май ауысатын болады. Енді сервистік кітапшаға қараймыз. Ол жерде мүмкін басқа да қосымша дүниелер болса, олардың барлығын есептеп шығарып, мен сіздерге алдағы видеоларда ұсынатын боламын бұл нәрсені.